Сосын тағы да бір айта кететін жағдай, әр нәрсенің бастауы қиын болады. Мысалы үшін үлкен бір егістік болсын. Бізде дала көп қой, Құдайға шүкір. Сол жерге, сол егістікте бір дәнді егіп, ол арпа болсын, ол бидай болсын, ол қауын қарбыз болсын. Сол егістікті, яғни егеру қиын болып тұрады. Бірақ біреулер бар, мен осы қиындықтың үдесінен шығамын, мен бастаймын осыны, деп жүрек қалауымен, әруақтардың қолдауымен сол тірлікті бастайды. Алдымен жерді жыртады, оны арам шөптерін бәрін өртеп, жерді жақсылап баптап алады, малақ шашады, яғни удобрение дейміз ғой. Соны шашады, сөйтіп телеп-тепшіп еңбек қылады. Сосын арықтарды жүргізеді, арықтарды жүргізгеннен кейін барып егетін дәнді дақылды егеді. Оны арам шөптерден ажыратады, арам шөбін жұлып тазартып тұрады, суғарып тұрады, сөйтіп қызмет етеді. Мен осы Тоқберген Байтасов атамызды солай деп айтар едім. Баптап, сол егінді өсіріп, халыққа енді ұсынып отыр ғой. Енді ары қарай халық оны қалай жейді? Ол халықтың өзіне байланысты ғой. Барлық өзіміз деп айтайын, ондай тірлікті бастауды Құдай тағала сол атамызға берген шығар. Енді басқалар сол орып алған асты, соны пісіріп, соны даярлап, пісіріп, жеп отыруға ерініп отырған сияқтымыз. Оны сан-саққа жүгіртіп, менсінбеушілік танытып, бір тәкаппарланып, қазіргі заманға сай емес қой деп, тағысы тағы бар, әркім өзінің айтып жатқан сөзін өзі біледі. Сөйте тұрса да, жүректің қалауымен сол ағамыздың бастауын қолдаған адамдар болды. Біраз адамдар сол әртүрлі сөз майданында, сөз майданы болады әрбір жүрген жерде. Анау жақпады, мынау жақпады, соныменен кетті ғой. Бірақ кеткенімен олар ата жолдан кеткен жоқ. Олар әр өңірде жүр. Бақылап, бағдарлап. Сөздің шындығы сол ғой. Атаның бастамасының дұрыс жерінде айтып жүр, бұрыс жерінде айтып жүр. Ал енді әркім жауапкершілікті бұл жерде өзіне алу керек. Жауапкершілікті өзіне алу керек. Біз ата-бабамыздың жақсылығын арттырамыз, ал кемшіліктерін қайталамаймыз. Сол үшін өмірге келдік. Бір перзент келсе қуанған ғой. Міне қыз өмірге келді деп, ұл өмірге келді деп. Бізді мәпелеп өсірген ата-анамыз. Осы орайда айтқым келеді, пайғамбарымыз туралы кітап оқығанмын, орысша. Сонда әбден жылаған едім. Жылағанда да адам тазарады екен. Жылағымыз келсе, жылауымыз керек. Оған намыстанудың қажеті жоқ. Мейлі еркек болайық, мейлі әйел болайық. Жылағың кеп тұрма, жыла. Күлгің кеп тұрма, күл. Бәрі шын жүректен шықсын. Сол себептен Қыдырәлі Тарыбаев атамызды Құдай тағала өзі жіберген. Жүрек тұсынан мөр салғызып, осы шын әңгімесін айтсын, өтірік күлмесін, өтірік жүрмесін, нәпсінің құлы болмасын, барлық нәрсе жүректен шықсын, жүрекке қызмет етсін, жанын рухына байласын деп
бізді жүрек тұсынан ұрған Қыдырәлі Тарбаев ағамыз. Сондықтан жүрекке кеп тұрған әңгімені айтқым келіп, айтып жатқан жайым бар. Оның дұрыс бұрысын өздеріңіз талқылайсыздар, өз жүрегіңізге саласыз. Дұрысын аласыз, дұрыс емесін лақтырасыз. Біз солайша бір-бірімізбен қуат алмасып тазарамыз. Тоқберген Байтасов атамыздың да айтып жатқан әңгімесін біреуміз қабылдаймыз, біреуміз қабылдамаймыз, біреуміз жартылай қабылдаймыз, біреуміз бүтіндей қабылдаймыз. Ол сіздің болмысыңызға байланысты. Мінеке, сондай сөз майданы жүріп жатыр қазір. Сонда кітап оқыған кезде әбден жыладым дедім ғой. Сонда одан бұрын мен оқыған кезде ол кітап маған соншалықты әсер етпеген болар ма еді. Оқыған кезде қатты әсер берді. Сонда мынадай сөздер жазылған еді кітаптың соңғы жағында. Пайғамбарымыздың ата-анасы біз енді пейіштеміз деп пайғамбарымызға айтып кеткен деген жаңағы сөйлемді оқыдым. Бір ауыз сөйлем жазылған. Пайғамбардың ата-анасы біз енді пейіштеміз деп хабар беріп кетті дейді. Пайғамбарымыздың ата-анасы мұсылмандықтың не екенін де білмеген. Бұрын қайтыс болып кеткен. Оны бәріңіз де білесіздер. Қалайша пейіште болады? Сол ұрпақтарының жасаған жақсылықтарының арқасында. Біз қаншалықты жақсылық жасаймыз, біз ата-бабамыздың, әке-шешеміздің мерейін соншалықты көтереміз. Олар көзден ғайып болғанмен, олар мәңгілік өмірге ие болатын осы адамдар. Соны біз түсінуіміз керекпіз да, көзімізден ғайып болса болды, біздің перзенттік парыздан құтылдық деп ойлаудың қажеті жоқ. Біз тірі жүрген кезде біздің перзенттік мынандай борышымыз ол аяқталмайды. Біздің де бала шағамыз солай. Олар өздері тірі жүрген кезде біздің алдындағы борышымыз жаңағыны перзенттік парыздары олардың аяқталмайды. Перзенттік парыз деген сөз ол парыз дегенді де дұрыс түсінуіміз керек. Ол әке-шешеміз қалай өмір сүрсе, солай өмір сүру деген мағынада емес қой, тура мағынада емес. Әр сөздің тура мағынасы болады, жан-жақты мағынасы болады. Перзенттік парызы дегеніміз біз ата-анамыздың бойындағы жақсылықтарды дәріптеуіміз керек, қайталауымыз керек. Ал кемшіліктерін өз бойымызда түзеп отыруымыз керек. Міне сонда біздің ата-анамыздың мерейін біз жоғары көтеріп отырамыз. Сонда қаншалықты мен былай деп ойланам да, кейде сол дұрыс па? Дұрыс деп ойланам. Пайғамбарымыз мысал үшін Құдайдың алдында 20-шы сатыға шықса, Құдай тағаланың алдында, оның ата-анасы одан да жоғарғы сатыда болады деп ойланам. Өйткені пайғамбарымызды дүниеге келтірген ата-ана бар. Олардың сатысы одан да биік болады. Бұл Құдай тағаланың заңдылығы деп түсінем. Сосын бұл жерде мөр салған Қыдырәлі Тарбаев ағамыз. Біз қаншалықты жақсы іс атқарсақ та, Қыдырәлі Тарбаев ағамыздың сатысы бәрімізден Құдай тағала алдында жоғары болады деп ойланам. Өйткені біз сол мөр алғандықтан соған адал қызмет етсек, соншалықты біздің ұстазымыздың мерейі үстем болады. Біз әруақты солай жоғарылатамыз. Әруақты солай жоғарылатамыз.
Әрбіріміздің ата-анамыздың да мерейі солай көтеріледі. Мен қаншалықты ата-анамнан артық тірлік жасасам да, Құдай тағала бәрін реттеп қойған, менің ата-анамның мерейі менен де биік болып тұрады. Пайғамбардың ата-анасының мерейі пайғамбарымыздан да биік болып тұрады. Өйткені оны 9 ай 9 күн көтерген анасы бар, өмірге келтірген ата-анасы бар. Біз әрқашанда ата-анамыздан биік боламаймыз, ата-анамыздан кейінгі орынды аламыз. Мұны осылай деп түсіну керек та. Құдай тағала бәрін реттеп қойған. Ал енді мына жерде біз тірі жүрген кезде бір-бірімізді бағаламай жатсақ, бағаламаған күнде де біз бағаламасақ та Құдай тағала бәрібір бағалайды. Біздің жасап жатқан еңбегімізге қарай әруақ Құдай бағалап жатады. Осындай дүрбелең заманда қазақи киім киіп, қарапайым тамақ ішкен адамды құдайшыл деп қалай біз айта алмаймыз? Бұл да әркімнің қолынан келе беретін шаруа емес. Осындай жақсы үлгіні ары қарай жаңғырту керек. Киімнің нәпсісінен сақтану керек. Өз анам айтатын, адамның бір 3-4 қана көйлегі болу керек. Қалған киімі үшін, киілмеген киімі үшін ол Құдай тағаланың алдында жауап береді деп. Солай деп айтып отыратын. Енді кешегі біз ата-бабамызды оқымаған, надан деп ойладық қой. Олар современный емес деп. Жаңалықты қабылдай алмайды деп. Ал жарайды, жаңалықты қабылдайық, бәріміз модный киінейік, бүгін анау мода, ертең бүрсігүні анау мода деп. Моданы кие берейік, соның пайдасы бар ма, өзіңіз ойлаңыз. Оның қаншалықты адамның өміріне пайдасы бар, әркім өзі ойлансын. Енді нәпсі шіркінді тыйып қою, тия жүру өмірде. Соны бізге осы қоғамда үйрену керек. Қанша айтыс тартыс болған күнде де осы жолды бастаған біздің атамыздың мерейі бәрібір ол биікте тұрады. Биікте тұрады, өйткені Құдай бергенді ешкім аламайды. Жарайды, сіз қазақи киім киінбеңіз, қарапайым тамақ ішкіңіз келмесе ішпеңіз. Ол әркім өз өмірі үшін өз жауап береді Құдай тағаланың алдында. Ол үшін бір-бірімізді кінәлап, жаға жыртысудың қажеті жоқ. Әркім істеген дүниесін жүрегімнің қалауымен жасасын. Бірақ бір нәрсені ұмытпау керек. Адам үнемі ізденісте жүру керек. Көріңіз, киініңіз, зерттеңіз. Енді маған бұл жерде тағы бір нәрсені айта кету керек болып тұрады. Ол айтам ғой, ол әркім әртүрлі түсінеді ғой айтылған сөзді. Бұл жерде мен ешкімнің мерейін түсіргім кеп отырған жоқ. Бірақ сол ордада жүрген кезде барлық нәрсе негізі мен айттым олындай нәрсені. Қаншалықты біз бір-бірімізден кемшілік көрсек те, топтасып жүре білуді үйрену керек та қазақтар. Әй, мынау тәңіршекен, немесе мынау сопылықта жүр, немесе мынау масқапшы деп оны лақтырып кетудің қажеті жоқ. Біз бірігіп жүре білуді үйренуіміз керек та. Жаңағы Американың анау балдары ұқсап бір тәжірибе өткізген ғой. Оны айтқанмын. Оны қайталап жатпайын. Сол сияқты біріміздің қолымыздан біріміз ұстап, жететін межеге бәріміз бірге жетейік деп, сондай бір жақсы ниетте жүрсек, нұр үстінде нұр болады. Сондықтан өз басым киімнің де, тамақтың да хикметін
ұстап жүрген жанмын. Құдайдың бұл көрсеткеніне мыңда бір шүкір, тоба. Өзімді өмірге келтірген ата-анамның мерейі асқақ болса екен деп ойлаймын. Анам тірі кезінде, ой пырмай, бір күн өлімді ойламасаң, осы жағымсыз түс көресің деп, деп кейде қиналып тұратын ұйқыдан. Сонда біз өлім арқылы кейде мынау масқапшыларды да кінәлап жатады ғой, осы өлімнен басқа айтатын сөздері жоқ осылардың деп. Иә, біз күнде өліп отырмасақ, Құдайды ұмытып кетеміз. Өйткені біздің нәпсіміз деген ол материалдық әлемде нәпсіні тыйып жүру, ол әркімнің қолынан келе бермейтін шаруа екен. Бір жағынан алып қарасақ, жаңағы өлімді ұмытпауымыз керек. Неге? Өйткені біз өзіміздің жанымыздың мәңгілік екенін ұмытып кетеміз, егер өлімді ұмытсақ. Сол себептен өлімді бір күн ойламай қалсаң, жағымсыз түс көресің деп анам сөйтіп қиналып оянған күндер есіме түсіп кетеді. Мінекей. Сондықтан, құрметті қазақтар, қазақ деген атаның ұрпақтары бәрімізге де сондай бір сын сағаты соғылып тұр. Мен өзімнің сезіп жатқаным уақыт зымырап кетіп жатыр. Біз айтысып, тартысып, ойбай, ананікі дұрыс, мынанікі бұрыс деп талқылап отырған кезде уақыт өтіп жатыр. Біз үлгеруіміз керек. Оны мен біреудің сөзімен, әртүрлі ақпараттарды тыңдаймын ғой, сонда олардың әңгімесімен айтып жатқан жоқпын. Құдай тағала өзіме білдіріп жатыр. Құдай тағала өзіме білдіріп жатыр. Уақыт аз. Бұрынғыдай балқып, шалқып, тербеліп, асықпай кітап оқып отыратын уақытқа зымырап жатыр. Сонда біз бір-бірімізді қолдай білейік. Бір-біріміздің кемшілігімізді көріп, тоқтап қалмайық. Бұл бізге қойылған тұзақ. Біз жақсылықты көре білейік. Сөйтіп жақсылыққа жармаса берейік. Айтады ғой, жақсылықты көрген жерге еңбекте де жет деп. Жамандық көрсең еңбекте де кет деп. Мен Тоқберген атаның жаңа бастамасымен болып жатқан ордаларда жүрген кезде, ордаларда емес, бір ордада болдым ғой. Мен сол ордада жақсылықты көп көрдім. Еңбектеп жеткім кеп тұрады. Бірақ менің бойымдағы кемшіліктерді көріп, ай, сен бізге керек емессің, сен біздің топтың адамы емессің деп жаңағы кедергілер тұрса, мен әрине ол кедергілерді асып кетпеймін ғой. Шақырған жерге бар дейді, шақырмаған жерге барма дейді. Шақырғаннан қалма, шақырмағанға барма. Мінекей өмір деген солай ғой. Сондықтан жақсылық жасаған адам, ол жақсылықты жасайды. Ол үйсіз қалса да, күйсіз қалса да, қандай күй болса да, ол Құдайдан күдер үзбейді. Қандай қиын жағдайда жүрсең де Құдайдан күдер үзбе деп анам үнемі айтып отыратын. Сонда неге бүйтіп айтып отырады десек, қазір енді есейгесін неше түрлі қиындықты көреміз ғой, бәріміз көреміз, қиындықты көреміз. Ақшадан қысыласың, біреудің айтқан сөзіне тарғып қаласың, біреудің байлығына қызығып қаласың, сөйтіп өзіңді кемсітіп қаласың, әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Бірақ жеме-жемге келгенде мен сол анамның айтып кеткен әрбір сөзі ол ата-бабадан келе жатқан тірек екенін байқадым. Тірек сөздер. Мінекей. Ол ұстын біздің шаңырағымызды құлатпайтын, шаңырағымызды тербетпейтін.
Қазақ деген елдің ұстыны, ол әрбір ата бабаңыздың айтып кеткен сөзі, жұмбақтары, мақал мәтелдері, сол өмірдің тірегі. Соны біз әрбіріміз түсіне білсек, өмірімізге қабылдасақ, сонда сіздің жаныңыз ашылады. Жан жүрегіңізді ашасыз, жүрегіңізді ашасыз, рухыңызға солай байланасыз. Сондықтан бізге аталы сөз керек. Аталы сөз естімеген ұл жетім дейді. Сондай аталы сөзді айтып отырған аталарымыз аман болсын. Сол аталарымыздың соңынан ілесе білейік. Jesus.